Ауғанстан билігі қыздарға жоғары оқу орындарында білім алуға тыйым салды. Талибан ұйымының бұл шешімі халықаралық қауымдастықтардың сынына ұшырап, елдегі жастардың шарасыздығын еселей түсті. Бұған дейін қыздардың мектепте оқуларына тыйым салынған еді. Жансая Қапасқызы толығырақ. 1,5 жылдай бұрын билікке келгенде Талибан ауған халқына және халықаралық қауымдастықтарға әйел құқығын сақтаймыз деп сөз берген. Бірақ уәдесінде тұрмақ түгілі қыздарға 40 жерден тыйым салуды аздық етіп отыр. Алдымен мектеп, енді міне университеттерде бойжеткендердің білім алуына рұқсат жоқ. Себебі шариғатқа қайшы екен. Ауған әйелдері бұған наразы. Біз мұндай шектеуге қарсымыз. Халықаралық қауымдастықтар, Біріккен ұлттар ұйымы мен адам құқығы жөніндегі ұйымдар неге үнсіз отыр? Халықаралық ұйымдар ауған әйелдерінің еркін жүріп тұруының өзі мұңға айналып бара жатқанына алаңдаулы әрине. Ауғанстан экономикасы қазірдің өзінде әйелдерге салынған шектеулер кесірінен жылына $1 миллиард табыстан қағылуда. Қарашаның 9-нан бері әйелдерге қоғамдық саябақтар, монша, спорт залдарының көбіне баруға тыйым салынған. Олардың саяси мүмкіндіктермен қатар енді әлеуметтік жағдайлары да шектеліп жатыр. Тәліптер берген уәдесінде тұрмады. Сондықтан біз оларды жауапқа тарту үшін шара қолданамыз. Көптеген серіктестеріміз де алдағы күндері осындай шешім қабылдайды деп сенемін. Ауғанстан ресми түрде әйелдердің білім алуын шектеген әлемдегі жалғыз мемлекет. Бұл әрекет үшін Талибан үкіметі халықаралық деңгейде мойындалмай келеді. Әрі санкциялардан арылмады. Елдегі гуманитарлық дағдарыс болса ушығып тұр. Халықтың жағдайы мүшкіл. Ол азда елдің кей аудандарын түрлі ауру жайлап, жақында тарала бастаған белгісіз инфекциядан 2 бала қайтыс болған. Ауған халқына көмектесу үшін халықаралық қауымдастықтар Талибаннан дереу уәделерін орындап, адам құқықтарын сақтауды, мектептерді ашуды талап етіп отыр. Ал Қазақстан Ауғанстандағы зілзаладан зардап шеккен Пактика провинциясына тағы да гуманитарлық көмек жіберді. Жансая Қапасқызы, Мұратбек Рахмеков, Айбат жаңалықтар қызметі. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар, сондай-ақ Facebook, Instagram және Telegram парақшаларымыздан оқи аласыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін бізге тіркеліп, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер.